Оқушылар, мында қараңыздаршы. Мына жерде суреттер берілген. Бұл суреттерде не сурет берілген? Қалай білеміз? Бұл не нәрсені алады? Жапырақ. Тек қана жапырақ нәрсені көріп тұрмыз ба? Растрлық. Иә, міне. Растрлық, векторлық. Енді сол растрлық, векторлық суреттерге мен қазір мына қағазды беремін. Растрлық және векторлық графикаларды жазып, қайсысы растрлық тұрғанын, қайсысы векторлық тұрғанын жабыстырайық. Түсінікті ма? Міне, Құнзай жаза ғой. Қайсысы растрлық, қайсысы векторлық деп жабыстырамыз. Векторлық. Енді тақта жақтырмады ма? Оқушылар, болды ба жылдам? Құнзай жылдам баста. Ана пакеттерін мен ана жақтырса жалған. Қайсысы векторлық екен? Ол векторлық. Қалай ол векторлық екен? Қаяқтан білдің? Оның түсі қанық. Оның түсі қанық, жарайсың. Жақтыра ғой. Онда түсі қанық. Мынау растрлық. Жоқ. Дұрыс па балалар? Жоқ. Векторлық. Қалай? Ол жерде Түсі қанық. қанық, жабыстыра ғой. Қайсысы растрлық? Мына растрлық осы. Алып жан, келе ғой. Мынау векторлық. Қалай векторлық екенін Өйткені түсі қанық. Түсі қанық, Мынау растрлық. Өйткені Ол бүдір-бүдір. пиксельдерден, Иә. Дұрыс па? Иә. Тағы кімдікті, сымбат? Векторлық. Векторлық па? Мына сурет векторлыққа жатады ма? Растрлық. Нұрай? Қайсына жатады деп ойлайсың? Міне Сымбат, Аружан, Құнзай бұны векторлық деп айтты. Нұрай? Деген? Иә. Енді біз бүгінгі өтетін сабағымызды қандай деп ойлайсыңдар? Векторлық пен растрлық. Сосын тағы Нұрай? Бенде жұмыс деп шығар. Бен жұмысымен деп ойлайсың ба? Иә. Аружан? Құнзай? Жоқ, абай бүгін растрлық пен векторлықты салыстыру секілді. Растрлық? Дұрыс айтасың. Растрлық және векторлық суреттерді салыстыру. Ендеше бүгінгі біздің өтетін сабағымыз растрлық және векторлық суреттерді салыстыру. Дәптерімізді ашып, бүгінгі жазып, растрлық және векторлық суреттерді салыстыру деп жазамыз. Жаңа сөздерді жазайық. Балалар, біз үйренетін растрлық графика мен векторлық графиканың артықшылықтары мен кемшіліктерін және айырмашылықтарын ажыратамыз. Міне, біз бүгін мысалы салыстырдық суреттерді, векторлық екен, растрлық екен. Біздің міне айтып отқан растрлық, векторлық суреттеріміз. Растрлық дегеніміз ол сапасын өте төмен ұстайды. Қанша оны үлкейтіп созған сайын оның сапасы нашарлай түседі. Ал векторлықты қараңдаршы, қанық болып тұр. Векторлықты қанша созсақ та ол өз несін, сапасын өзгертпейді. Түсінікті ма? Векторлық пен растрлықтың айырмашылығы осыда. Сосын кейін ал оқушылар растрлық графиканың кемшілігі мен векторлық графиканың артықшылығын айтайық. Аружан, растрлық графиканың артықшылығы мен кемшілігін айтып жүрсіз? Бұл жерде суретті үлкейтіп, орнына әкелгенде суреттің ауытқулары пайда болады екен. Және суретте бояғанда әр пиксель жеке-жеке болады екен. Боялады екен, әр бүдір-бүдірді пиксельдер бояймыз. Ал Арай, векторлық туралы айтып жүрші? Векторлық ол Векторлық ол ал енді оқушылар қараңдаршы, мына жерде растрлық графикті де жеңіл шығарылады екен, баспа түрі. Ал векторлық графикада кейбір жағдайларда шығарғанда сапасы ойдағыдай болмайды екен
Түстік ма? Беріліп тұрған сұрақтарға жазбаша жауап берейік. Дәптерді тез ашып, 4 сұраққа жауап жазып жіберейік. Растрлық графика неден тұрады? Векторлық графика элементтер неден тұрады? Растрлық редакторларды жазамыз. Векторлық редакторларды жазайық. Бірінші сұрақта қараңызшы, растрлық графика неден тұрады, балалар? Пиксельдерден тұрады. Соны жаза қойыңдар. Екінші сұрақта векторлық графика элементтері неден тұрады? Кәді жылдамдатып, тез жаза қояйық. Оқушылар жазып дәптерге жазып біттік қойы. Ендеше осыған ауызша жауап берейікші, кәнекей. Айта қойғанжан. Растрлық графика пиксельдерден тұрады. Пиксельдер сосын кейін біз не деп айттық өткенде гейп, пенж дегендерді қандай форматтарға жазамыз? Гейфті анық болып сапасы өзгермейді. Векторлық пен растрлықтың айырмашылығы осыдай. Отыра қой. Сабақ түсінікті болса, 58-ші беттегі 3-ші сурет бар ғой? Векторлық және растрлық сурет, графикалық суреттерді бүгінгі біз программада орындаймыз. О жерде екінші сурет тұр ғой, векторлық суретпен. Өйткені векторлық сурет өте оңай болғандықтан векторлық сурет салайық. Енді қазір үшінші тапсырма тұр ғой, үшінші тапсырмадағы екінші суретті орындаймыз. Ал іске сәт. Ашылып жатыр ма? Құмзай жылдамырақ салайық. Аружан. Жақсы. Арай, мама, жарайсың. Арай бірінші бітіпті. Арай жылдамырақ. Сымбат. Қандай құрал-саймандарды пайдаланатын Сымбат? Шеңбер, түктөр. Сосын түстерді пайдаланып жатырмыз, жарайсың. Кәл жылдамырақ бітіре қой. Нұрай, қандай редакторда жұмыс жасап жатырмыз? Вектор редакторда жұмыс жасап жатыр. Неге? Векторлық. Оның түсі қанық. Оның түсі қанық екеніне жарайсың, жылдамырақ бітіре қой. Арай, біттің. Мына жерде қарашы, бір шеңберіміз неге қисайып қалған? Қайттан өшіре қойды, қайттан соны толықтыра қой. Қандай құрал-саймандар бар екен? Карандаш бар, кисть бар, өшіргішті пайдаланып бояп жатырмыз. Сабақ түсінікті болып жатыр ма? Тамаша, жарайсың Құмзай. Мінекей, бүгінгі біздің тапсырмамызды өте жоғары деңгейде орындаппыз. Мына жерде терезесін сала қоймадың ба? Мына жерге ше? Ашық. Жарайсыңдар, оқушылар. Енді бүгін біз қандай сабақтан қандай әсер алдық? Бізге сабақ қай жағынан ұнады сіздерге? Сол туралы маған қысқаша жаза кетіңдер. Бүгін сабақта қай жағынан қызықты болды, Сымбат? Бұл жақта бізде векторлық пен растрлықты анықтауға болды. Жарайсың. Сабақ түсінікті болды ма? Иә. Қандай әсерде болдыңдар? Арай, қандай әсерде болдың бүгінгі сабақта? Жақсы. Өте жақсы болды, е?
Сабақ түсінікті болса, онда біз осы өткен жаңа сабақтарымызды, жаңа сөздерін жақсылап жаттап, орындап келеміз. Автомобильдің суреті берілген. Осы суреттерді торкөз қағазға салыңдар.